Салем достар, бүгін сіздермен бірге окун балығын дайындаймыз. Тазаланған балығымызды тұздап аламыз. Қосатын қоспаларды описанияға жазып қалдыратын боламын. Тұздалған балығымызды ұнға батырып аламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Каналыма кіріп, түрлі рецептер көріңіздер. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, балығымызды саламыз. Балығымыз қызарғанша аудары отырып қуыратын боламыз. Дәл осылай қызарғанша қуырып пісіріп аламыз. Сіздерге бәрі түсінікті болу үшін тағы да бір рет қайталап көрсеттім. Достар, балықтың жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайындалады, жасап көріңіздер. Балықты қызарғанша орташа отымызда қуырып аламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Балықтың дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер.